Қайырлы күн барлықтарыңызға. Кеше уәде бергенімдей бүгін Камалия Василия неге ата демей әке деп айтты деген сұраққа жауап бермекші болған. Бірақ бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Нәзік жандыларға мерекелеріңіз құтты болсын деп айтам. Соған байланысты Абай өмірінде болған нәзік жандылар туралы әңгіме айтқым келіп тұр. Басқа тақырыптарды жаңағы неге әке деп айтты, ата деп айтпады деген сұрақ ол ұзақтау әңгіме. Оған арнаулы тоқтатамыз, ол бірнеше видео болуы мүмкін. Абай өміріндегі нәзік жандар. Біз білеміз, Абайдың Тоғжанға ғашық болған. 13 жасында Абай Тоғжанға ғашық болады. Араларында енді өте жылы сезімдер болады, нәзік сезімдер болады. Ол туралы Мұқаң жақсылап жазды Абай романында, Абай жолында. Одан кейін 15 жасында өзінен жасы 2 жасқа үлкен Ділдаға үйленеді, бәйбішесіне. Мұхтар Мағауиннің Абайдың суреті кітабында жазылуынша, Ділда бет біткеннің сұлуы болған, өте ажарлы, әдемі адам болған. Абайдың Ділдаға деген сүйіспеншілік өте жақсы болған. Ол Абай романындағыдай, Абай роман негізі Мұхтар Әуезовтің жазған көркем шығарма. Ол тарих емес. Ондағы тұлғалар түгел кейіпкерлер, көркем шығарманың кейіпкерлері, нақтылы өмір емес деп түсінуіміз керек. Ділдаға үйленеді. Ділдадан кейін, Ділдадан Абай атамыз 6 ұрпақ сүйеді. Үлкен Ақылбай, 16 жасында әке болады Ақылбай туылып. Одан Әкімбай өкінішке орай 12 жасында қайтыс болып кеткен. Одан кейін Әбіш, Мағауия, Гүлбадан, Райхан деген 2 қызы болған. Өкінішке орай Абайдың 3 ұлы, Ділдадан туған 3 ұлы өзінен бұрын қайтыс болады. 4-ші ұлы Мағауия үлкен ұлы, Ақылбай өзі қайтыс болғаннан кейін 40 күннен қайтыс болады. 40 күннен кейін қайтыс болған. Ділдадан кейін 23-24 жасында мөлшері Сыбан атақты Сабырбай ақынның қызы Қуандықты атын естиді. Ол туралы Абай романында да бар. Ол Асылбектің балдызы, Асылбектің әйелі түркіншілік барғанда Ербол екеуі барып кезігеді деп жазады. Ол тарихи шындыққа сәйкес келіңкіремейді. Абай Қуандықтың атын естіп өзі іздеп барады, кездеседі, орталарында махаббат болады. Тіпті Қуандықтың атастырып қойған жерінен бұзып алам деген уәде береді Абай. Бірақ ол уәдесін орындамаған. Қуандықтың да атастырып қойған жері керей жері, жақсы жері, мықты ел болған. Ол да бір жаңағындай Қуандықтың былайша айтқанда тақиясына тар келетіндей адам жер емес. Оның Төлеу деген баласы атақты айтыскер ақын болған. Төлеу Мұхтар Мағауинға талай естеліктер айтып берген. Қуандықпен арасында махаббат болды. Бұл екінші сүйіктісі болды ол кісінің, бейресми, Тоғжаннан кейінгі. Бірақ қосылмай қалды. Сонан кейін Абай 30 жасында 19 жастағы Айгерімге үйленеді. Айгеріммен енді кітапта Абай романында араларын өте бір сүйіспеншілікке толы керемет қылып жазады. Айтса айтқандай Айгерімнің шын аты Чүкман. Оны Масақбай деген жылқышысы ма, түйешісі ма біреу көп. Абай, тоқалың құтты болсын, Айгерім екен деген сөзінен барып ол Айгерім атанып кеткен. Сөйтіп Айгеріммен неке құрады. Айгерімнен 4 бала сүйеді: Тұрағұл, Мекайыл, Зікайыл және Кенже деген бір қыз. Тұрағұл Абай балаларының ішінде ең ұзақ жасаған осы Тұрағұл болды. Абайдың өзі сияқты 59 жасында 1934 жылы Шымкентте Мәкен деген қызының үйінде тығылып жатып өзін өзі аштан өлтірді. Себебі ол кісі алашордашыл болғандықтан артынан үлкен қуғын түсіп Қырғызстанға жер аударып, енді сол статьямен бәрібір ол кісіні 37-38-де құтқармаушы еді. Ол кісінің ең соңында қызын айтатыны бар сол Мәкенге: мен бұл жерге сені негіздеп келді дейсің, сенің қолыңнан өлейін деп келдім, сенің бір уыс топырағың бұйырсын деп келдім, өз ұрпағымның қолынан деп айтатыны бар. Мекайылды алашордашы ретінде 37-де атып тастады. Мекайылды сонан кейін Абайдың тағы бір күйеу баласы, кімнің Орозбайдың баласы Сыман Соғатарлы 6 адамды семейде атты. Соның бірі болды. Зікайылы түрмеде ауру болып қайтыс болды.
Яғни олар да сол 30-40 әуелі 28 жасында өлді ғой деймін біреу. Олар да ұзақ жасамады абайдың балалары. Кенже де анау Тұрағұлды іздеп Қырғызстан жаққа ма бір жаққа сол артынан жаяу іздеп барып жер аударылған жерден. Содан зорығып, содан қайтыс болды деген бір ақпарат естігем. Сонымен Айгерім анамызға үйленген. Айгерімнен кейін абай 40 жастан асқанда Бөбө деген әйелге ғашық болған. Олар екеуінің ортасында да өте жылы сезімдер болған, махаббаттар болған. Тіптен Бөбөнің күйеуі қайтыс болып, жесір қалғанда екеуі ара бір-біріне өлеңмен хаттар жазысқан, үйленбекші болған, Бөбөге алмақшы болған, бірақ бәйбішесі Ділдә анамыз бастап бұған қарсы тұрған. Қосылмаған туысқандары. Осыған байланысты Ділдә анамыздың өтінішімен Абайдың ең жақсы шәкіртінің бірі, ең жақсы досының бірі, іні достарының бірі Көкбай ақын Абайға сатқындық жасайды. Соның ішіндегі Ділдәнің өтінішімен оның өлеңдерінің ішіндегі бір сөздеріне талдау жасап, Абайдың көңіліне келетін, намысына тиетін етіп талқылап беріп, Абайдың бетін содан бұрғызады. Бірақ Абай атамыз көңілі қалаған ол әйелді де бәленбай уақытқа дейін қия алмай жүрді деседі Мұхтар Мағауин өзінің Абайдың суреті деген кітабында, естелік кітабында. Сонан кейін Абай 47 жасында әмеңгерлікпен өзінің келіні, туған інісі Оспанның әйелі 34 жастағы Еркежанға үйленеді. Еркежан Оспан 3 рет үйленген еді. Оның Еркежан, Зейнеп, Тұрымбала деген 3 әйелі болған. Үшеуінен де ұрпақ болмаған. Негізінде жол бойынша Еркежанды Абайдың ағасы Тәкежан алу керек еді. Бірақ Еркежан күйеуге тиюден бас тартып, Абайдың немересі Әубәкірден туған, Ақылбайдан туған Әубәкір мен Пәкизатты асырап алып, қолын ұстап отырған. Мен байдың орнын жоғалтпаймын, қара шаңырақты сақтаймын, осы 2 баланы қолыма ұстап отыра беремін дегендіктен Абайдың айтуымен, басқа туыстарының барлығының рұқсатымен әмеңгерлік таңдауға қатыспайды да, Зейнепті Тәкежан алып, Тұрымбаланы Ысқа қалады. Бірақ 1 жылдан кейін Әзімбайдың әр билеуімен Ақылбай сол әулеттегі малға бас көз болып жүрген Кәкітайды қуып шығып, мен кірем деп бір ақылсыздық істегендіктен, ағайын ортасында тағы бір даушар шыққандықтан, туыстарына Абай Еркежан Төркініме кетем дегендіктен, ел жұрт кеп Абайға дан ақыл сұрағанда, Абай маған не істе дейсіңдер, болды, мал жанының жартысын беріңдер де жіберіңдер деген соң ел жұрт ойбай Құнанбайдың қара шаңырағын құлатпаймыз, Оспанның орнын жоғалтпаймыз, Еркежанға таңдау берейік, өзі таңдаған адаммен осы Құнанбай әулетінен немесе Ырғызбай әулетінен біреумен некеленіп орнын жоғалтпай отырсын деген соң, туыстары, әсіресе Еркежанның ағалары кеп, саған Абайдан қолайлы адам жоқ, ешкімнің тісі батпайтын деп Абайға таңдау жасатады. Сөйтіп, Жидебай қорығындағы қыстауға, малға, жарға ие болып, Абай атамыз 3-ші рет өзінің келінімен некелеседі. Айгеріммен араларында біраз түсініспеушіліктер болғаны туралы Абай романында да мұқаң жазған. Шын өмірде де ондай болғаны туралы әңгімелер бар. Бірақ енді Абай атамыздың атына дақпырт келетіндей ол әңгімені қозғаудың керегі жоқ деп ойлаймын. Сөйтіп, өмірінің соңы осы Еркежан әмеңгерлікпен алған 3-ші жарының қолында Абай атамыз дүниеден өтеді. Еркежан Ділдә шешеміз 80-нен асып, Абайдан 20 жыл кейін қайтыс болған. Енді оларды талдап керек жоқ, сондай. Сөйтіп, Абай атамыздың өмірде 3 некелі жары, 3 қосылмай кеткен сүйіктісі болған. Барлығын ойдан құрастырып, бір жерден алып отырған жоқпын. Кімнің, Арқамның, Кәкітайдың, тағы сондай Көкбайдың естеліктерінен, Қатпаның естеліктерінен, Мұхтар Мағауиннің жазған эсселерінен, жаңағы жинаған деректерінен алып, осы әңгімені айтып отырмыз. Нәзік жандылар, сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын, бай бақытты болыңыздар.